Мектеп білім беру саласының ең маңызды бөлігін құрайды. Орта мектепте берілген сапалы білім жоғары оқу орнына жетелейді. Қазіргі болашақ бағдарламасының үздіктері де кезінде жақсы мектептерде білім алған десе қателеспейміз. Соңғы жылдары зияткерлік мектептер ашылып, оларға елбасының есімі берілген болатын. Бұл оқу орындарында білім алу кез келгеннің уысына түсе қоятын оңай олжа емес. Президент тағайындаған білім гранттары ерекше дарынды, зерек һәм ақылды балғындарға тиесілі. Сәйкесінше оларға заманға сай білім алуға барлық жағдай жасалып, білім баспалдақтарының келесі сатысына да жол ашылып отыр. Орайы келгенде осы білім ордаларында білім алып жүрген жастар да артылған сенім үдесінен шығу үшін аянып қалмақ емес. Тілшіміз Бағдат Бектұрғанқызы осындай мектептерге бас сұғып, мереке қарсаңында оқушылармен кездесіп қайтқан болатын. Қоңырау сабақ кестесі бәрі де ортақ, бірақ аты айтып тұрғандай зияткерлік мектептегі оқыту жүйесі өзгеше. Үзілістің өзінде оқушылар уақытын зая кетірмей, ойлау қабілетін дамытуға арнайды. Қазіргі таңда біздің мектебімізде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың айтқандай 3 тұғырлы тіл саясаты жүргізілді. Әрине ағылшын, орыс, қазақ тілдері. География, Қазақстан тарихы қазақ тілінде оқимыз. Және маған бұл пәндер өте ұнайды, өйткені мен сабақта достарыммен қазақша сөйлесем. Осыдан бір ай бұрын мен Испания мемлекетіне, Барселона қаласына халықаралық олимпиадаға бардым. Содан биология және экология пәндерінен жүлделі 2-ші орын алып, 3 грамота және 1 күміс медаль иегері атандым. Зияткерлік мектебіне оқушылар 7-ші сыныптан кейін білім байқауы нәтижесінде іріктелініп алынады. Олар елбасының өркен білім грантына ие болып, зияткерлік мектепте халықаралық дәрежеде білім алады. Басты ерекшелік бұл тим тичинг стратегиясы, яғни шетелдік мұғаліммен, жергілікті мұғаліммен бірге отырып сабақты құрастыру. Келесі ерекшелік бұл кіріктілген бағдарламалар, яғни ол бағдарлама бойынша біздің оқушылар жоғары кластарда профилизация дейді, яғни физика, математика, химия, биология бойынша пәндерді таңдап, сол пәндер бойынша тереңдетіп оқиды. Ауыл не қала баласы болсын, мүмкіндік ортақ. Шалғайдан келгендерге мектеп жанынан салынған интернат жатақханасы дайын. Дарындылар үшін ерекше құнарлы асхана мәзірі бекітілген. Менің өзімде ауылдан келгенмін. Ауылдан келген балалар көбінесе өздерінің дарындарын осы мектепте барлық жағдайлар жасалғандықтан өз дарынын аша алады. Өзінің талантын бүкіл жақтан көрсете алады. Оқушылар үшін бұл білім ордасында оқу үлкен мәртебе. Оған алғыр да зерек дарындылар қол жеткізе алады. Қазірден-ақ бәсекелестік жоғары. Байқауда бір орынға 10-нан астам бала бақ сынайды. Дарындылық өлшемі 2 жылдан бері Нидерланды және ақш мамандарымен бірлескен іріктеу тәртібі негізінде сарапталады. Мектептегі білім 21-ші ғасырдың соңғы жетістіктеріне негізделген. Басқа білім беру орындарындағыдай бестік бағамен бағалау мұнда жоқ. Оқушы өз қабілетіне қарай ұстазымен бірге оқу прогрессін жоспарлай алады. Бағалауда да оның өзіндік пікірі ескеріледі. Кеңес одағы тұсындағы білім беру саласы маған жақсы таныс. Ленинградта білім алдым. Қазақстанға келгенде мен осы екі аралықтағы өзгешелікті салыстырғым келді. Мен дәл қазіргідей білім кеңістігін басқа ешбір елде кездестірген жоқпын. Бұл балалардың қабілеті өзгеше. Химия пәнінің қиын екендігіне қарамастан тез меңгеруде, және оны біз ағылшын тілінде өтіп жатырмыз ғой. Семей қаласындағы мектепте жұмыс жасайтын шетелдік ұстаз да қазақстандық балалардың қабілетін ерекше деп біледі. Қазақтың ұлы ақын Абай туындыларын оқып, қайран қалғанын жасырмайды. Осы мектепте мен 3-ші жылы жұмыс істеймін. Оқушылар өте жақсы, бұлар жақсы, Қазақстан жақсы, маған қазақшын тамақ ұнайды. Назарбаев зияткерлік мектебінде білім алуды оқушылар мақтан тұтып қана қоймай, артылған сенімді ақтау жолында өзіндік тың жаңалықтарын ашып үлгеріпті. Мәселен, семейлік оқушының Экспо 2017 көрмесіне тартуы дайын. Ол ойлап тапқан энергия сағаты күн қуатымен жұмыс жасайды, әрі ел тарихын дәріптеуге арналған. Бұл минут тілі, сағат тіліне байланысты ақпараттар сфера бойымен айналып келіп отырады. Бұл 91-ші жылдан басталған тарихымыздың барлығы осы бетте жарияланбақ. 3 тілде болмақшы, оның ішінде латын қарпімен де жазылады. Бір кедей етікші болып та. Талдықорғандағы мектеп оқушылары зағип жандарға арнап аудио кітап шығарды. Көмекші әрі таптырмас құралды олар оңалту орталығы мен сәбилер үйіне тегін үлестіруде.
Жай мектепте бір оқушының басына идея келетін болса, ол іс жүзінде іске аспауы мүмкін. Бірақ Назарбаев зияткерлік мектебі үшін мүмкін болатын нәрсе болып табылады. Біз осы мектептегі шағын аудиожазба студиясы бойынша өзіміздің әңгімелерімізді жазамыз. Және де мысалы Википедия клубы, TEDx клубы, қоғамдық клубтар, бұлардың барлығы сол оқушылардың идеясының арқасында туған нәтижелер. Озық білімді жетік меңгерген жастардың дені Назарбаев университетінде білім алуда. Енді мыңдаған қазақ баласы үшін халықаралық талапқа сай ілімді өз жерімізде үйренуге үлкен мүмкіндік бар. Мәселен, Ерқанат Нұрмаханов Назарбаев зияткерлік мектебінің түлегі. Қазір робототехника және мехатроника мамандығы бойынша Назарбаев университетінде білім алып жүр. Осы университетке келіп көргеннен бастап, менде өте үлкен қуаныш сезім пайда болды. Қазіргі кезде менде өте үлкен жақсы стартап бар. Балалармен бірге біз бастағанбыз. Қазақстандық ойын жасау, яғни мысалы ертөстік және Алпамыс Батыр ертегісіне байланысты Android платформасындағы ойын жасау. 2009 жылдан бері елімізде 15 зияткерлік мектебі ашылды. Келер жылы 5 өңірдегі білім ошағының құрылысы аяқталып, шәкірттер игілігіне берілуі тиіс. Бағдат Бектұрғанқызы, Олжас Керейхан, Сәруар Қабдуллаев, Жандос Битабаров, Айбек Төлепбергенов, Жеті күн хабар агенттігі. Қазақстан Республикасының президенті осы аптада тағайындаулар туралы бірнеше жарлыққа қол қойды. Елбасы жарлығымен Ербол Орынбаев премьер-министрдің орынбасары қызметіне босатылып, Қазақстан Республикасы президентінің көмекшісі қызметіне тағайындалды. Сондай-ақ президент Гүлшара Әбдіқалықованы Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары қызметіне тағайындау туралы жарлыққа да қол қойды. Мемлекет басшысы қарашаның 28 күні Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының арнайы өкілі, ұйымның Ауғанстанға көмек көрсету жөніндегі миссиясының басшысы Ян Кубишті қабылдады. Кездесу барысында Қазақстан мен Біріккен ұлттар ұйымы ынтымақтастығының негізгі бағыттары сөз болды. Сондай-ақ апта ішінде президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының президенті Асқар Мәминді де қабылдады. Компания басшысы президентке Қазақстан темір жолының ағымдағы қызметі мен еліміздің 2016 жылға қарай аймақтық көлік логистика хабына айналуы жолында атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде баяндады. Мемлекет басшысы 2014 жылы пайдалануға берілетін Жезқазған Бейнеу және Арқалық Шұбаркөл темір жол желілерінің маңыздылығын атап өтті. Ал елбасы қабылдауында болған қорғаныс министрі Әділбек Жақсыбеков Қазақстан армиясының әскери дайындығын арттыру әрі техникалық жабдықтауды жақсарту жолында жасалып жатқан жұмыстар жөнінде мәлімет берді. Нұрсұлтан Назарбаев сондай-ақ экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Ерболат Досаевтың да есебін тыңдап, нақты тапсырмалар берді. Сала басшысы өз ведомствосының ағымдағы жылдың 10 айындағы қызметі туралы баяндай келе, жыл қорытындысы бойынша ішкі жалпы өнім көлемінің 6% деңгейде болжанып отырғанын жеткізді. Мемлекет басшысының қабылдауында сондай-ақ Қарағанды облысының әкімі Бауыржан Әбдішев те болды. Өңір басшысы облыстың әлеуметтік экономикалық дамуы және үкіметтің кеңейтілген отырысында президент жүктеген тапсырмалардың орындалу барысы туралы баяндады.